12 жасқа толған балаларға көрсетуге рұқсат берілген. Бәрекелді Арманжан, дұрыс оқыдың. Ал енді балдарым сендерге мен бір қызық тапсырма бергелі отырмын. Алланың берген сансыз нығметтерінің ішінен 100 қағазға түсіріп әкеліңдер. 100 нығмет? Иә. Алланың берген нығметі санаса сан жетпейді деген. Соның ішіндегі мен қайта 100-ін ғана айтып отырмын. Ата, нығмет деген не ол сонда? Нығмет деген балам, Алланың адамдарға берген жақсылығы, көзіңнің көруі, аяғыңның жүруі, қарныңның тоқтығы сенің. Ал рухани нығметтер болады. Сенің имандылығың, парасаттылығың, пайымдылығың. Соның 100-ін қағазға түсіріп әкеліңдер, сендерге сыйлық бар. Сыйлық? Иә, сыйлық бар. Қандай сыйлық? Балам, ол әзірше құпия болып қалсын. Ал енді іске кірісіңдер, сол нығметтің 100-ін түсіріп әкеліңдер қағазға айналайын. Көзімнің көруі. Екінші. Қолымның істеуі. Үшінші. Аяғымның жүруі. Жүрегімнің соғуы. Тағы не бар? Қаршыға. Мұрнымның иіс сезуі. Сізді. Бизнес қой, бизнес. Аузымның сөйлей алуы. Қаршыға? Мен бір қорқынышты әңгіме естідім ғой. Осы біздің мектепте бар ғой. Түнде бір дыбыстар шығады дей ма, қызаттар қозғалады дей ма. Қаршыға рас па сол? Кім айтып жүр? Бүкіл мектептің мұғалім қыздары айтып жүр ғой. Ойбай, Қаршыға өз көзімен көріпті деп. Рас па сол айтқаның? Иә, оқушылар да шулап жүр. Тарих кабинетінде кешке орындықтарды көтеріп кетсе, таңертең келіп ашса, барлығы шашылып жатады екен. Қай оқушылар ол? 11 ғаның қыздар ғой. Ылғи солай екен. Естігем. Ол не только мектеп, біздің бүкіл таксистер де шулап жатыр ғой. Рас дейді. Кәдімгі мектепте түнгі 2 мен 3-нің арасында аппақ бірдеңелер қалықтап жүреді, бәрі шулап жатыр. Бірақ мен сенбеймін, бірақ мен ондайға сенбеймін. Егер ол мектепте анық ондай нәрсе болатын болса, Қаршыға өз жерде бір күнде тұрақтамайды. Кім, мен ба? Сен? Ой, жездекесіді. Шегірткеден қорыққан егін екпес деген. Сондай нәрселерден қорға беретініміздің күзетші болам ба? Қой. Мойында. Анық сондай болса сен артыңа қарамай безесің ғой. Білем бұны? Қорқақ қой. Қойыңыз жездеге. Неменесін безбей-ақ жүрік қой. Қаршыға? Сонда не, соның бәрі рас демексің бе не? Ол енді қызметтік құпия. Онсын кішкентай балдар отырған кезде ондай нәрселерді айта берудің қажет жоқ та. Сіз сонда ондай нәрселерден қорықпайсыз ба? Қорықпаймын, байғұс, мен қорқу деген не екенін білмеймін. Мүлде? Өліп кетейін. Қойдың жұмысқа ашып. Асықпасай. Жексіздірмей.
Ağzım büyük kaldı ғой. Мырзахан, анау Шардарадағы Ақбаланың көңілін сұрап келу керек еді. Қолың тие ме? Ой, апа. Сіздің де бір ауру подружкаларыңыз таусылмайды екен. Бардыңыз ғой, өткенде ғана барып қайттық қой, қойыңызшы. Қайта бара бересіз ба? Енді ол кезде жақсы еді. Қазір тіпті нашарлап адам танымай қапты дейді. Тем более адам танымай қалса, неге барасыз? Танымайды тұр қазір барсаңыз сізді. Бекерге сендеріп барып кеткеніңіз қалады. Ауру жатқан адамның көңілін сұрау әр адамның мойындағы парыз емес пе? Қойшы апа. Бәрібір ары-бері жүріп жүрсің. Апармайым деп атқан жоқпын. Бармай да жүрген жоқсыз ғой. Бармасаңыз бір сәрет. Өткенде ғана бардық қой. Оның үстіне машина зарылдап тұрса да бір сәрет апа. Көріп отырсыз. 2 күн сайын бұзылып жатыр машина. Бар бол. Жоқ та өткенде барғанбыз. Адам танымайды дейді. Сенікі қанша болды? 45, сенікі ше? 68. Мә, көрсетші, не жазып жүрсің? Көрсетпеймін. Бұл жарыс болған үшін мен саған көрсетпеймін. Айтпақшы естің бе? Осы мектепте елестер жүр дейді ғой. Бір классқа кіріп, парталарын түсіріп кетеді екен. Сен соған сенесің бе? Қаршы ағам рас деп айтты ғой. Онда сенің ағаң неге қорқпай жүр? Менің қаршы ағам ештеңеден қорықпайды ғой. Бұл заманда барлығын тексеру керек. Бұны факт-чекинг дейді. Сонда нені тексереміз? Біріншіден, осы мектепте ерекше құбылыстар бар ма, жоқ па, соны тексеру керек. Екіншіден, сенің ағаң қорқа ма, соны тексеру керек. Жүр. Бүгін кеш келдің ғой. Мырзахан? Иә. Ана, аяқ асты клиенттер шығып қап. Қалаға кетіп қалдым. Қалаға? Иә. Сен машинам алысқа жарамайды дегенің қайда? Апамның меселін қайтарып ең? Апам ренжіп қалды ма не? Ренжіген, ренжімеген қайдам? Бірақ естісе ыңғайсыз болатын болды. Саған оны ойламаппын ғой мені. Қабая? Айтпақшы Арман қайда? Арман Мадидің үйінде. Сабаққа дайындалып жатыр. Қап. Неге ойланбадым екен, а? Шіркін, қажылыққа барған адамдардың арманы бар мекен. Ұлы сапар алдында азықтан. Анығында азықтың ең жақсысы тақуалық. Апа қалды. Қабыл болған қажылықтың Мырзахан, келдің бе? Кешіктің ғой бүгін. Қой, сол жұмыс қой, бітмейтін. Не қой? Онда, Құдай қаласа осы аптаның аяғына қарай ма? Барып қайтайық Шардараға? Жоқ, әуре болма. Оның үстіне жолда мәшинең бұзылып, әуре сарсанға түсерсің. Ой, бұзылса жөнделеді ғой? Жоқ, оның үстіне жол алыс. Сен осындағы жұмыстарыңды бітіре бер. Жарайды онда. Бітіре берейін, жұмыстарын бітіріп тастайын. Осы аптаның аяғы жұма ма, сенбі ма шығып кетеміз, Құдай қаласа, иә? Сөйтейік онда, бопты. Құдай қаласа.
Сапок сен ба? Кофе ішесің ба? Кофе? Иә. Кешегі ма? Иә. Дайындап жүрші. Орындық жоқ па? Орындық келесің. Кешегі кофеміз бар ғой. Жақсы екен бар ғой. Жақсы. Түнімен ұйқымды ашып ұйықтатпай салам. Күшті екен. Жақсы сен? Мен кофе дайындағанша 3-ші қабаттың светін бір рет өшіп жақып кесе бар. Жаңа өзің істеп келе жүрсің ба? Мен 2-ші этажын істеп келдім ғой. Не алады? 2-не, 3-не бәрібір емес пе? Күш. Тұра жүрсің. Бәрі енді не ғой енді ұрыларды үркіту үшін ғой. Не керегі бар деймін де сол нәрсенің, күш. Ұрыларды үркіту үшін деп айтып жатырмын саған. Соны ұрылар бір үркіп қоятындай бар ғой. Күш, соны сенбеймін мен бар ғой. Ұрылар соны жаңағы сөзіңе сеніп кеме қояды деген түм сенбеймін. Ондан кофені дайындап жақсылап іше алайық та екеуміз. Қалай сенбейсің енді? Баяғыда білесің ба? Мысалы 90-шы жылдар. Бір талай мекеме осындай әдейіге шығарылған сыбыстардың арқасында ұрыдан аман қалған. Қойшы. Қарамайсың ба? Бір-екі адам қайтты. Бүкіл ауыл естіп алған. Бәрінен бір өсіріп, көбейтіп, гүлдеп жүрген. Бірақ бар ғой, өзің қорқып кетесің негізі солай бар ғой. Соның ұрыларын қарай бермейді, ондай әңгіме негізі. Қарайды. Сосын бұл не ұрылар үшін ғана емес қой. Білесің ба, бұрын түн болса болды, ауылдың балалары келіп мазаны алатын еді ғой. Қазір келмейді. Қойш, 83-тер келіп атқан жоқ па? Сосын бастық анда-санда келіп тексеріп қалатын бұғын. Аяқ астына. Қазір осы әңгіме шыққалы бері мектепке қарай түнде аяқ баспайтын болған. Бастық та келмейтін болды ма не? Келмейді, саяси технология ғой. Ішпей тұрып бар, не ашшы. Сосын ішесің. 3-ші этаждың бар светін бір-екі рет өшіп жағып ішіп бар. Бопты ондай, суып қалмай келемін онда. Хорошо? Қаша. Не болды? Өзің барып көріп кеш барып. Білмеймін, өзің көрмесең болмай тұр ма? Қорқып атсың ба не? Қорыққанда емес қой. Сапок десе сапок екенсің. Сапок бола ма, басқа бола ма өзің көрмесең. Бірге барайық та тоқта. Қажыға. Апа! Апам неге шай келмеді? Апам жоқ үйде. Шардараға кеткен. Қашан? Таңертең. Немен кетті? Таксимен. Ой, бұл. Ақыр кетті ма? Өкпелетіп алдым ау деймін, Иә, солай сияқты. Бірақ білдірген жоқ. Білдірмей күйдіреді ғой сол кісілерше. Қабая мына. Кішкене айтса болады ғой ренжігенін. Кешірім сұрап. Көңілін табар едім ғой бірдеңе қып. Қап мынау, Сабақтың біткені. Қашан неме қайқы жүрсің сен? Бір шаруаларым шығып қалды. Арман, сөмкеңді неге лақтыра салдың? Бар орнына апарып қой үйге. Тұра берсінші. Апарып орнына қой деймін. Оның ішінен қазір дәптер алам. Салғыласпай, барсай бар дедіңіз. Бар деді. Не туйлап қалдың сен? Туй де берме адамға. Сіз де айтасыз ғой? Бала ата-анаға туй деп айтпайды. Неге? Сізгеше әжем Шардараға апаршы дегенде туй дедіңіз ғой? Бар, Мидаспай, бар. Бар, киіміңді ауыстырып кел. Шайың ішіп сосын машина жууға барамыз, Yes! Әке, Құсман ата бізге нығметтер жазып келуге берген еді. Содан Мади 70-ін жазып қойды. Мен әлі 50-ге жеткізе алмай жатырмын. Неге? Соған енді қалай жазуға болады? Нығмет көп қой. Мысалы, ұйықтай алатынымызды жаздың ба? Неге? Көп ұйықтау зиян ғой? Ұйықтау зиян емес. Не бір ұйқысы келсе де ұйықтай алмай жүргендер бар. А біз ұйықтай алатынымызға шүкір етуіміз керек. Бір күн ұйықтамай көршіген көрейін сені. Берекең қашып, басың ауырып, мен зең болып кетесің. А біз ұйықтай аламыз. Жаз. Жарайды, жазып қойайын. Тағы не бар? Ас ішетінімізді жаздың ба? Тамақ ішу. Я жазып қойдым. А оның қорытылуын же? Жоқ. Неге жазбайсың? Бірінші қорытылуын жазу керек сен.
енді тың қара, ас ауқат ішеміз. Асқазанға түскеннен кейін асқазан, бауыр, бүйрек бәрі Алланың қалауымен жаңа тамақты қорытады. А біздің оймен шаруамыз да жоқ. Нығмет па? Жарайды, жазып қояйын. А оның жаман қалдықтарының шығуын жаздың ба? Сыртқа шығып кетуін. Қойыңызшы, ыңғайсыз ғой. Ол ыңғайсыз емес. Әрине, ол сөздің ұяттығы жоқ. Бірақ Құдай сақтасын. Сен ішкен жегенің сыртқа шықпай қалса қандай қиналатыныңды білесің ба? Сол үшін нығмет ол да жаз. Сосын тез маған көмектеш. Ана жақтан нені ал да, сүрт ішіп бер. Дәретінде бол. Қайтадан мешітке кіреміз. Бұл тез бол. Құранда неге ата-анаға түк деп айтпа дейді. Ата-ана жүрегі мынау менің қолымдағы қағаз сияқты. Мынау қағазға түк деп айтсаң, мынау қағаз қозғалып кетеді. Ата-ананың жүрегі де осы қағаз сияқты. Баланың әрбір айтқан ауыр сөзі ата-ана жүрегін қозғайды. Сол үшін ата-ананы ренжітуден сақ болайық. Сен 100 жерден қари бол, 100 мәрте қажылыққа бар, өмір бақи өмірің намазбен өтсін, бірақ ата-ананың ризашылығы болмаса, жәннаттық бола алмайды ешкім. Осы нәрсені естен шығармау керек балалар. Бақыт, апам келді ма? Апам келді. Теледидар көріп отыр. Қалайсыз апа? Мырзахан, келдің бе? Қалай сөзіңіз? Жақсы барып келдіңіз ба? Иә, жақсы барып келдім. Сені әурелемейін деп, анау таксист баланы жалдадым. Әурелейтін ештеңесі жоқ еді ғой. Айттым ғой сізге апарып алып келем деп. Ренжіп қалған адамдай басқа біреу жалдап алып кетіпсіз. Қатты қысылдым апа. Ал сен қысылма. Сендер жұмыстағы адамсыңдар. Ал біз еріккен кемпірлер не айтпайды. Көңілің алма. Жаным апа кешіргіш мені. Ойбай, Не қылды? ауырған істеме жатып алдың ғой. Ойбай уқалап берейін. Керек жоқ. Керек жоқ. Барып, демалайын. Кім олар? Сапок? Осы желді бәлі болды адамның зәресін жүріп. Қорқпаймын оны, қашқа қорқпайды. Қашқа қорқпайды. Қашқа іштегіден қорқпайды. Кім олай? Сапок? Кім бар е? Қайсың олай?
Сапок? Бүгін күн күшті болды. Қайтып істедің? Не күшті болды? Екі қабаттың светін бірден жағып өшірдің сен жаңа. Қайтып істедің? Қумаш мен әлі ештеңені жағып жүрген жоқ. Қумасаң қума, мен сырттан келатып көрдім ғой жаңа. Екінші этаждағы биология кабинеті мен үшінші этаждағы тарих кабинеті екеуі бірден өшіп жанды осы свет. Қойш. Иә? Қайтып істедің, айтсай? Онда сен көзіңше бірден елестеген ғой. Бірақ жақсы идея екен ше мынау. Жүсіп алып екеуміз сөйтіп істейікші. Жүр, кет. Жүр. Қалай ол кәдімгі жанып тұр ма? Кәдімгідей мен сырттан көрдім ғой. Ойнамай айтсайсың берші. Ой, шын айтамын, мен емес деймін. Төбедегі орындықтарды сен түсіріп кеткенсің ба? О жақтағылар түсіп тұр ма не? Мына жерде де түсіп тұр ғой. Мүмкін оқушылардың өздері көтермей кеткен шығар. Жоқ, өз көзімен көрген көтеріп кетті олар. Бісміллә. Мен. Сен ба? Аста кеттік. Кабинет ашық қалды ғой. Қалай байқа, қаяқтан өшірмін, сен қасында жүрмін. Boş gidiyor. Ya ұйықтамай жүрсің? Білмедім. Бір уақы болды ғой. Апамды қатты ренжітіп қойдық ау деймін осы. Ұйықтай алмай дал болып жүрмін. Апамды білесің ғой, ертең ақ ұмытып кетеді. Одан да жатып ұйықта. Таңертең қалаға барып жол жүресің. Вот, көрдің ба? Ертең ақ ұмытып кетеді деп, осы уақытқа дейін ренжітіп кеппіз апамды. Бұл жолы әжептәуір салқындап қапты. Қатты ренжіген ау деймін. Көңілін қалай аулайым деп басым қатып отқан жоқ па енді менің. Қаладан апама бір жақсы сыйлық алып келсе? Шынымен. Не алып келсем болады апама? Әжекеге қызықпайды апам. Әтір сеппейді. Орамалмен көйлегі жетеді. Не алып келсем болды? Саламатсыз ба қандас? Саламатсыз ба? Директор өзінде ма? Директор мырза жоқ, жиналысқа келді. Өткенде арыздасып кетіп қол қойдым соған. Сіздің арызыңызға қол қоймаймын деді. Қалай қол қоймаймын деді, мен ауылға қайтуым керек еді қарындас. Жоқ, қол қоймаймын деді, болды. Алдымен сіздің орныңызға адам табылады. Сосын жіберем деді. Оған дейін өз жұмысыңызды істей беріңіз. Жоқ, қарындас, сіз мені түсінбедіңіз, мен ауылға қайтуым керек, қол қойдырып беріңізші. Мен сізге директордың айтқанын айттым. Уақытында алмаңыз. Келесі, кіріңіз. Саламатсыз ба қандас? Сіздің де арызыңызға қол қоймаймын деді. Мен денсаулық жағдайыма байланысты деп айтып едім. Директорға айтасыз.
жоқ сіз негізі Барыңыз. мейлі. жиналыс қай жерде болады? Шығыңыз. Шығыңыз дедім сізге. Ал көке, жол қысқасын әңгіме айтып отырыңыз. Қайда жол шықтыңыз? Жайша жүрсіз бе? Балам, адам еріккеннен шығама бір ұзақ жолға шығып бара жатырмын. Астанаға кеттіңіз ба? Жоқ, Астанаға емес. Қажылық сапарға кетіп бара жатырмын, Мекке мен Мәдинаға балам. Ұлы сапарға аттанып бара жатыр екенсіз ғой. Ой, ниетіңіз қабыл болсын, жолыңыз болсын, ақсақал. Жалғыз өзіңіз кетіп баратсыз ба? Рахмет, рахмет. Өзім кетіп бара жатырмын. Балалар бір тосын сый жасап, қажылыққа жіберіп жатыр балам. Балаларыңыз жасады ма? Иә. Ой, Фырмай, керемет сыйлық жасап беріпті да онда. Иә, керемет сыйлық жасады. Айтуға келмейтін сыйлық жасады балам. Өзі қажылыққа Алла тағала өзі шақырады дейді ғой адамды. Бірақ соған себепкер болған балдарға Алланың нұры жаусын. Соны түсінген балдарға рахмет. Мен анама сондай сыйлық жасасам бола ма? Әрине болады балам ол. Қай қарт адамның қажылыққа барғысы келмейді. Қажылық деген үлкен 5-ші парыз амал ғой. Оған енді Құдай қаласа бару үшін қай жақтан аламыз оның? Путевка дей ма, билет дей ма, бірдеңе алу керек шығар бір жерден. Қазір не көп қажылыққа апаратын компаниялар көп. Тек қана ақшасын төлесең болды, ар жағын барлығын өздері реттейді балам. Оның қымбаты, арзаны, сапалысы, сапасыз деген тағы бар шығар, компания көп болған сайын бөліне бермей ма? Иә. Сапалысы, сапасыз, арзаны, қымбаты болады. Балаларымызбен ақылдаса келе, өзі сапалы, әрі жаңағы арзан көңілге қонымды бағадағы мынау Хикмет Travel деген фирма бар екен. Сонымен бара жатырмын балам. Хикмет Travel. Бол, көке. Құдай қаласа мен бар ғой, анамды алып барамын. Ниетіңе жет балам, ниетіңе жет. Мінекі мынау Хикмет Travel'дің несі. Әні? Көпсі. Охо, Хикмет Travel. Құдай қаласа бол алып барамын мен. Ниетің қабыл болсын балам, ниетіңе жет. Аумин көке. Мен жолым жеңіл қазір. Тез табамын сіз. Қарсы? Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Қалайсыз? Жақсы. Көке, жұмыс істейсіз ба? Не жұмыс? Жұмыс болғанда охрана, мектепте тыныш айлық жақсы. Мектепте елес бар деді ғой. Ой, кім айтып жүр оны? Мен ғой шығарған, өтірік ол. Халық айтса қалт айтпайды. Бәлесі болсын. Жұмыс істемеймін. Жоқ, аға. Мектебі құрсын. Жоқ, сіздің денеңіз жақсы келетін еді да, аға. Осының бәрі сен кесірің ғой. Жұрттың бәрі осы қанша жыл осы жұмысқа тұруға армандайды деймін. Уайымдамаш, табамыз қазір. Жұмыс бар! Айлығы жақсы! Ұйқысы көп! Жұмыс! Пенсионғысы бар, пенсионғысы! Бастығы ұрыспайды! Қабағын құрыспайды! Уалейкумассалам. Қандай жұмыс алаға? Үй салу ма? Жоқ, мектеп. Жоқ, мектеп саламаймын мен. Жоқ, салмайсың, күзетесің. Күзет қой, күзет. Күзет, жоқ, рахмет, пәлесіне аулақ жігіттер. Керек емес аға. Жоқ, керек емес. Форман берем өзім. Айлығы дұрыс деп атыр қой. Әже, әлі 20 нығмет қалды. Алмады болса бітейін деп қалды. Тез айтыңызшы. Иман, нығмет. Жаздың ба? Әрбір жұтқан ауамыз нығмет. Оны да жазып қойдым. Әрбір тұрып жатқан жеріміз нығмет. Ол қалай сонда? Отанымызды айтам. Жер бетінде 5000-нан астам ұлт бар екен. Соның ішінде 200-нің ғана өз отаны, өз мемлекеті бар екен. Сол 200 бақытты мемлекеттің ішінде біз де бармыз. Апам мен оны қалай ұмытып кеткем? Өз тіліміз бар, өз туымыз бар, өз шекарамыз бар. Нұрсұлтандай ел басымыз бар. Апа, жай айтыңызшы, үлгермей жатырмын. Құлыным, жаза қой, асықпа.
мектептің сыртында не ішінде отыр не бәріміз дұрыс па? Күзетсек болды ғой. Иә. Бірақ дауыл жақсы емес па? Қарашы, тап-таза ауа. Бірақ сәл салқындау ма деймін да? Жорып отырсың міне. Сәл бар ондай. Сенше? Жорып отқан жоқ ма? Анамның суықтарға жауырай бермей ме? Дірілдеп отқасын сұрап отқан ма? Батарея су отырып қалды ма не? Ей, жағынан. Ей. Болды енді. Мынамен амалдай тұрайық. Жан нәсіп таңға шейін. Салқын дейтін салқын емес бірақ. Көрпе болғанда, жамылай жатар жатады, осы жерде. Ішке кіру керек қой. Алып шықса кіріп сен. Мен ба? Отыра береміз о? Не істейсіз жерде? Көріп тұрсың ғой. Әкең сүртейін ба? Не бүйтіп қалдың? Сүртпек түгел бұл машинаны түртпейтінен ғой сен. Не бар жерде сізден бір нәрсе сұрайшы деп келіп отырмын. Ой, білма, ұятсыз. Тағы қарыз ба? Әкеңнен ұялмайсың ба? Кеше ғана құтылтырып берді әкең сен қарызыңды. Не бірдеңе осы қарыз ба? Қарыз емес, құтылдық қой қарыздың. Не? Машинеңізді бере тұршы, күніге кеше машинеңізді ала тұршы. Неге? Жұмыстан служебный машина керек болып отырыз. Жоқ, айдамайм. Ішінде отыра машина. Ренжіме. Енді айдай да алмайсың, ішінде де отыра алмайсың. Көрмейсің ба? Машина сатып, Құдай қаласа, анамды Меккеге апарсам ба деп жатырмын. Осын сатып, осын ақшасына Меккеге апарып, Алланың разылығын үшін. Машинеңіз, қайтып күн көресіз одан кейін? Ей, күн көру бір мәнізі болар. Ауызы берген Алла ризықты да береді деген сөз бар. Жұрт қадар күн көреміз, жұмыс істейміз, еңбек етеміз, Құдай қаласа бір мәнізі болар. Табылар жұмыс. Дұрыс қой, табылғанда қажылық деген қашпайды ғой, кейін бір жағдай дұрысталғаннан кейін жүре бермейсіз ба деген ғой? Жоқ, қашпайды әрине, бірақ ананың разылығын алу керек. Разы болғанда ғана ата-анамыз, Алланың сүйікті құлы ата-анамыз дейді. Ал енді анаңды Меккеге 3 рет арқалап апарсаң да қарызынан құтылмайсың деген сөз бар, білесің ба? Сен бөлі, ақыры құтылмайтын болған кейін не аласың жібер? Машина сатып қиналып. Өзіңіз білесіз қой енді. Ей, қаршыға, саған дауа жоқ. Дауа жоқ, саған дауа жоқ. Бере алмайсыз бен машинаңыз? Ренжіме. Не? Машина өтпейді. Қазақстандық қажылардың алды келіп жетті ғой Меккеге. Шіркін ай десейші. Бұлай аталуының себебі ежелде Мекке халқы қажылық өтеу ниетімен Минаға келушілерді сусыздырған екен. Қашан қарасам, апа? Қажылық туралы көріп отырасыз. Қажылыққа барғыңыз келіп жүр, Шырағым, қажылыққа баруды армандамайтын адам жоқ шығар. Мен сізді апарам десем, барар ма едіңіз қажылыққа? Қой шырағым, мына тұрған шардыраға апарамай тұрып, қажылық менің нетеңім тәйір. Ой, сізді қоймайды екенсіз, апа. Енді сол ұлы сапарға бірақ апарайын дедім да, майда шүйде сапарларға апара бермеймін. Үлкен жерге апарайын деп шештім да бірден. Міне. Мынаны көрдіңіз ба? Бұл не? Ақша. Осыған сізге қажылыққа билет аламыз. Міне. Мұны қайдан алдың? Қорықпаңыз. Ұрлаған жоқпын, тонаған жоқпын. Кредитке, процентке алған жоқпын. Таза маған тиесілі ақша.
Құдайым, құлыным ау. Өз құлағыммен естіп отырмын ба? Алла тағала мені қонаққа шақырып жатыр екен ғой. Шақырып жатыр апа, шақырып жатыр. Құдай қаласа барамыз. Күзге десеңіз күзге, қыста десеңіз қыста, қай уақытта барыңыз келеді, сол уақытта әперемін. Міне, ақша қолыңызда тұра берсін дедім. Сіз үшін апа. Кіші қажылыққа ма? Қайдағы кіші? Ақыр барған еген үлкен қажылыққа барасыз. Кәдімгі 5 парыздың біріне барасыз. Үлкен қажылық басталып кетті ғой. Кешіктік қой. Кешіккен несі? Оның да уақыты бола ма? Кез келген уақытта бара бермей ме адам барғысы келсе? Сен білмейді екенсің ғой. Үлкен қажылық мынау құрбан айттың кезінде болады. Қой, мен оны білмеппін ғой. Мен азығы машинамды сатып жүрмін ғой. Не дейді? Мәшіне сатқан несі? Қойма. Барып қайтарып ал мәшінеңді. Қойыңыз, қайтарған несі? Бұл сіздікі. Бол. Қайта келесі жылы баратын болсақ, онда тіптім жақсы. Онда үстіне ақша қосып, бірге барамыз. Міне, Хикмет Тревел деген бар. Осы Хикмет Тревелмен барамыз, қараңыз. Иншалла де, иншалла де. Аллам соған жеткізсін. Құдай қаласа, иншалла, апа, иншалла. Сізді апарамын, Құдай қаласа. Қажылықты көрсетемін. Қараңызшы. Не істейсің енді? Бір мәнісі болар. Ек қолға бір күрек табылар. Болмаса бизнес ашам. Шай жостырма. Кімді айтсаң сол келеді мені. Қаршыға нағып жүрсің. Бүгін сен сменің емес па? Хош бармай барым емейді. Бармаған нес қаршыға. Жұмыстан шығарып жібереді ғой. Шығарса тіпті жақсы. Неге? Сол жұмысқа қаршыға сен зорға тұрғызған жоқпыз ба? Қойыңыз шапке. Ауылға қайтам. Ауылға? Ауылға не істемекшісің? Бизнес ашасың ба? Жоқ. Бизнес құрсын. Әкеме барып, әкем жанында болып сол кісіге көмектесейін. Ақылың кіріпті ғой сенің қаршыға. Онда сен шықсаң. Сенің орынға мен охранник болып тұрсам бола ма? Мырзахан, айлығың қанша екенін білесің ба? Мейлі? Жоқ, істейсіз ба? Істеймін, охранник болуға бола ма? Ала ма мені? Әрине алады. Ой, баяғыдан бері жездем айтпайсыз ба маған? Ой, әдем келеді ғой жездем. Ақыр қазір қол бос, мәшінесі жоқ. Не? Ой, қазір мен. Ой, менің алтын жездем. Отырам да? Күзетіп. Жақсы емес па? Қаршығаға күліп жүрем мен. Міне. Мына, киіп алшы сізге. Формасымен ба? Киіңізші форма. Қарсаңшы. Керемет. Құтты болсын. Служу. Орта мектеп ынтымағу. Еліме адал қызмет жасайын. Қалай ойыма келмегенсіз бар екенсіз қой деп жатқаным. Болды, жұмыс табылды. Жұмыс табылды. Ертең онда директорға сөйлесіп, арызын жазасыз да? Жараса ма? Жақсы. Кімді іздеп, кімді табам орныма деп жүргем ғой. Жақсы болды ғой. Сіз мүлдем ойымда болмапсыз ғой. Ал, айналайын қаршыға. Мына осы үйдің бір баласындай болып кетіп едің. Бауыр басып қалдық өзіңе. Жиі келіп тұр. Ана құдағайларға сәлем айт. Айналайын. Жолың болсын. Рахмет апа сізге көп-көп сәлеміңізді айтамын. Рахмет. Жейсің. Енді қаршыға, әкемді ұятқа қалдырмай тыныш жүрші, жарай ма? Қорқпаңыз әпке, қалдырмаймын. Әкем Апамдарға бер апарып пакет. Сосын әр қызбен сөйлесе бермей үйленіңіз. Әйтпесе ертең әр жігітпен сөйлесе беретін қызға тап боласыз. Жоқ, кеңес қабылдан сенің жігіттермен сөйлеспе. Жақсы. Сізге. Анау мектептегі болып жатқан қорқынышты оқиғалар шынымен өтірік па? Басында өтірік деп ойлағанбыз, кейін бір рет шын болды, содан кейін шығып кеттім ғой. Ай. Жарайды, мен күтіп қалдым. Бол, жақсы. Жарайды, сау болыңыз. Ой, айналайын. Абайлап жүр. Жақсы, ақ жол. Жақсы, сау болыңыз. Сәлем айтшы үйдегілерге түгел. Жақсы. Сәлем айт. Жақсы. Жолың болсын. Хей! Не қылды? Не болды? 10 мың теңгең бәп кетіп тұрған о тағы да я. Не тыныш кетті демеді ме? Қайның ғой енді. Бөтенге кеткен жоқ кетсе.
қандырақ. Кім е? Қаршыға сен ба? Әке, біз ғой? Әке, не болды біз ғой? Сендер ма? Ұйықтап қап қой. Тас соқып не? Не сонда отырып ұйықтап қаласыз ба не? Мендегі тұрып та ұйықтай береме? Тіктір ұйықтап кете береміз біздер. Не yapmışsındır? Сізге тамаққа келдік. Иә. Әке, бірден айтсам, ұрыспайсыз ба? Тырсай. Так, не болды? Өткенде қаршығаған қорыққан. Біз мәде екенбіз едік. Қорқытқан несі? Қалай қорқыттыңдар? Сабақтан соң қалдық та класстағы бәрі орындықтарын түсіріп бастадық. Сосын светтің бәрін өшіріп қосып. Сосын үстімізге әппақты киіп алдық та ары бері жүгіріп жүрдік. Соны сендер істеп жүрсіңдер ме? Иә. Бастан кісі ме сендерге? Жастама тұра. Неге істейсіңдер? Неге еттіңдер? Өзі ғой қорқпаймын деп мақтанған. Соны тексердік. Бұл заманда барлығын тексеру керек. Соны сендер қорқыттыңдар, ол қашып кетті ма? Иә. Алдай сөйлей берме. Мұзақанаға қорқпаңыз болды. Қуатпаймын мені. Бір айға. Қарашы мыналарды. Бұлар бар ғой, бала емес, бәле. Ауызға еге болып сөйлемесең бар ғой, мыналарды қарашы. Жалпы бұлардың алдында ғана емес, барлық жерде ауызға еге болып сөйлеу керек негізі. Келесі жылдың қажылығы тамыздың 20-сында келеді екен. Амандық болса, оғанда 350 күн қалды. Күн санап жүрсіз бе? Әрине. Сен күнде мешітке барғанда, мынау әжеңнің денінің саулығын, амандығын тілеп, дұға қылып тұр, жарай ма? Жарайды әже. Әже маған тағы бір көмек керек болып тұр. Иә. Өткендегі нығметтердің 99-ын жазды. Енді біреуі қалды. Біреуі тыныштық. Тыныштық деп жаздың ба? Жаз. Сенің әкең екеуміздің келесі жылға жоспар құрып отыруымызда сол тыныштықтың арқасы. Бүлік болып жатқан елде бір жылдық емес, бір күндігінде жоспарлай алмайсың. Ал тыныштық бар жерде баю, білім алу, денсаулығыңды күту, дем алу, қыдыру, той жасау, соның бәрін жоспарлайсың. Ал тыныштық кеткен жерде тек қара басыңның қамын ғана ойлайсың. Сондықтан да бейбітшілік, тыныштық деген өте қастерлі ұғым. Алла тағалам сол тыныштығымызды, береке бірлігімізді мәңгілік еткей. Өлген үйде жастықтың сағындырған шағы бар. Қаттықтың мағыналы мәні бар. Бақыттың кілті табылар. Өлген үйде әңгіме әзілінде сәні бар. Тәрбие тәлімінде дәлі бар. Іздегеніңнің бәрі